Сырттағы 3 ойынның 3-інде де жеңілдік. Енді осы бір ойыннан кейін алдында сендерде андай командаға деген сенім қатты болып отырды ғой. 59 секундта менің көзіме жас алдым енді. Жасырмай ақ қояйын, оны Барыстың жеке жанкері ретінде. Біздің қарсыластарымыз сонда деңгейі мықты ма? Біз үлгермей жатырмыз. Жылдамдық жағынан әлсізбіз ба? Қалай ойлайсың? Команда тактикасы ең бірінші сол ойыннан қуылмау керек негізі деп өзі айтқан болатын. 7 ойынның 7-інде де бірінші болып шайба жіберіп отырмыз. Иә, Северсталға қарсы соңғы гол сен кімді дедің? Самоданияр деді ме? Кінәлі болған? Сондай бір біреу жетіспейтін сияқты негізі. Михаил Кравец осы ойыншылардан, қазіргі бар ойыншылардан құрам жасақ дей алмай жатқанына бапкер кінәлі емес па деген сұрақтар пайда болып жатыр. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті қазақ хоккейінің жанкерлері. Сіздермен бірге Пульс хоккей және бізде кезекті 3-ші шығарылым. Біз әдеттегідей біздің шығарылымдар Барыс командасының ойындарына арналады. Енді екінші шығарылымда үйдегі ойындарын талқылаған болатынбыз. Барыс командасының 3 ойыны, қонақтағы 3 ойыны өтті. 3 ойында да өкінішке орай жеңіліс, бар болғаны 1 ұпаймен. 1 ұпай ғана еншіледі. Енді осы жайлы сарапшылардың ойын білейік. Әдеттегідей біздің сарапшылар Арлан, Айдай және Медина Бұлбұл командасының хоккейшісі. Арлан, өз ойың. Жалпы басында біз айтқандай, екінші шығарылымда айтқан болатынбыз, әрбір ойында 1 ұпай болсын алады деп, бірақ өкінішке орай бүгінгі ойында Минскке қарсы 1 ұпай алып, қалған ойындарда ұтылған болатын. Не дейміз, жалпы ойын бар, ең бастысы ойын бар, легионерлер өзінің нәтижелерін көрсетуде, бірақ дегенмен әзірге нәтиже жоқ. Осындай әзірге кішігірім бір нәтиже айта аламын. 2 ойын бойынша, 3 ойын бойынша жалпы. Жалпы енді маусымның басы жақсы басталды деп қуандық қой. Бірақ енді қонақтар сериясы жанкерлерді бір қатты қуантарлық жағдайға жеткізген жоқ. 3 ойын өтті, 3 ойында да жеңілдік. Енді сол алдағы ойындарда жақсы нәтиже көрсетеді деп ойлаймын. Біз екінші шығарылымда талқылағандай енді әр ойыннан 1 ұпай аламыз деп үміттенгенбіз. Өкінішке орай Нәтиже осы. Айтатын сөз жоқ. Енді әрине үйде 4 ойынның 1-інде ғана жеңілдік, қалған 3-інде де жеңіске жеттік. Сырттағы 3 ойынның 3-інде де жеңілдік. Енді осы бір ойыннан кейін алдында сендерде андай командаға деген сенім қатты болып отырды ғой. Арлан, сен бұл ойында 6 ұпай жинаймыз дедің. Айдай, сен 1 ойында жеңіліп, мүмкін овертаймда жеңілеміз, қалғанда ұтамыз дедің 2 ойын. Сенде де солай болды, қыздармен. 2 қыз бір жақта, 2 ұлдар бір жақта болдық. Енді қазір сенімдерің өзгерді ма командаға деген? Әрине, негізі кішкене көңіл түсті деп айтуға да болады. Көрініп тұр енді қазір, ешкімнің көңіл күйі жоқ дәл қазір сәтте. Енді өткен сезонда дәл солай басталды ғой, қателеспесем. Осылай жақсы бастап, алғашқы ойындарды ұтып, одан кейін сәл ұтыла бастағаннан кейін. Бірақ енді білмеймін, аяқтап жүрші, бөліп жүрмін сені. Жоқ, мен айтпаймын. Енді алдыңғы сезондағы жағдайды қайтадан бір көргенде болдық. Сол кездегі атмосфераға түскенде сезім болды. Оған дәлел екінші ойын қонақтағы Северстанмен өткен матч. Сол ойында 3-2 есебімен жеңілдік. 59 секундта менің көзіме жас алдым енді. Жасырмай ақ қояйын, оны Барыстың жеке жанкері ретінде көзіме жас алдым кәдімгідей. Мен үшін ауыр ойын болды ол ойын. Негізі есепті теңестіруге бізде мүмкіндік болған еді, бірақ уақыттың тапшылығына байланысты өкінішке орай біз есеп жіберіп алдық. 2 болса да негізі сарпысты ойын болды негізі. Барыс командасы маусымның басында көрдіңіздер ма? Жанкүйерлерін жылатып баставатсыздар. Олай болса енді осы бір ойындардан кейін команданың жеке-жеке айтайықшы. Жалпы әр ойынға тоқталмақ қояйық. Бірден айта кетейін. Магнитогорсктан 5-1 есебімен жеңілдік. Северсталдан 3-2 есебімен жеңілдік. Ал соңғы ойында Минск Динамосынан есе қайтарамыз деп едік. Керісінше тағы да овертаймда жеңіліп қалдық. Енді осы орайда команданың шабуылы әлсіз болды ма, қорғанысы әлсіз болды ма, қақпашы дұрыс болмады ма, не жетіспеді сендердің ойларыңызша? Енді мен 3 ойынның 3-еуінде қарадым, тікелей эфирден тамашаладым. Бірінші ойын бізде Магнитогорск, яғни Металлургке қарсы ойында 5-1 есебімен жеңілдік қой. Ол кезде бізде қорғаныс жағы әлсіз болды, және де біздің ойыншылар көбінде айып арқалап. Сол жағы минус болды бізде. Ал екінші ойында Северстанмен жақсы ойнады негізі, бірақ сол уақыт жағы сәл тапшылау болды, жетпеді. Сол Северсталға қарсы да, Магнитогорскқа қарсы да көп ойын тәртібін бұздық. Осы орайда енді сендердің ойларыңша
көріп отырмыз, енді ойынды көріп отырмыз. Біздің қарсыластарымыз сонда деңгейі мықты ма? Бізден біз үлгермей жатырмыз. Жылдамдық жағынан әлсізбіз ба? Қалай ойлайсың? Мүмкін сол жағынан енді расымен де физика жағынан бізде әлсіреу бар сияқты негізі. Бір жерде үлгермей жатырмыз, жаңағы қақпашының алдына қарай басқа ойыншылар келіп жаңағы добивать етіп жатыр да, енді біздікілер оған подборда біздікілер оған ешқандай реакция берген жоқ. Сол жағынан біз жеңіліп жатырмыз деп санаймын енді. жоқ, жалпы мысалға неге Северсталға қарсы соңғы гол сен кімді дедің? Самат Данияр дедің ме кінәлі болған? Иә, Самат Данияр. Сол кезде Ол ойынның соңғы 1 минутында сол айып арқылы алған кез болды. Жалпы айта берсеңдер ары қарай болады. Сол Михаил Кравецтің өзі де айтып кеткендей, әрбір ойында жалпы олар команда тактикасы ең бірінші сол ойыннан қуылмау керек негізі деп өзі айтқан болатын. Енді сырттағы ойындарды қарайтын болсақ, бұл тактика жұмыс. Енді біздің жігіттер қуылудан түбін түсірді ғой бірінші ойында. Алихан Әсетов және жеті ойынның жетеуінде де бірінші болып шайба жіберіп отырмыз. Әзірге сол статистика, антистатистика қалай бар әлі бар, біз антирекорд десек. Сосын енді тағы бір айта кетейік, ойынның қонақтағы ойынның алдында Тайс Томпсон сынып қалды. Және Әсетов бірінші ойыннан кейін әрі қарай қалған 2 ойынға қатысқан жоқ. Тағы кімдер бар? Бояркин екібастан жоқ. Енді жаңа қақпашы келді, қазір алдағы уақытта тоқталамыз оған. Одан бөлек Николишин жоқ, Роман Старченко жоқ. Тамерлан Гайтамиров. Николишин негізі қонақтағы сериядағы ойын құрамында бар ғой негізі. Жарақаттан шыққан. Бірақ неге екені белгісіз, 3 ойынның үшеуінде де төбе көрсеткен жоқ. Енді осы орайда сол ойыншылардың жоқтығы команданың жеңілісіне әсер етті ма сенде? Енді 5-тен көп ойыншы. Жоқ, егер сол ойыншылар болғанда біз жеңіске жетер ме едік? Жеңіс білмеймін енді, бірақ мен өз басыма неге овертаймға жететін сияқтымыз бәрібір. Топсын, Әсетов, сол мысалы Северсталь өте жақын ойын болды, негізінен динамикасы мықты ойын болды. Бірақ енді соңғы секундтарда жіберіп алдық. Не күлесің Медина? Қай сөзім саған күлкі болып қалды? Жылау керексің, қазір жылау керексің. Жоқ, андай қараған адам қыса күлу, осы Северсталь ойында деп. Жоқ, сен жылау керексің бұл қазір. Жоқ, енді тағы да қонақта 3 ойында да көрдік, өте әлсіз болдық. Тіпті Северстальға қарсы екінші кезеңде қақпаға 1 соққы ма, 2 соққы ма, сондай ғана болды. Қарсыластың қақпасына. Статистика нашар болды. Статистика өте нашар болды. Енді осы орайда соңғы ойында Минск Динамосына қарсы 1 ойын еншілеп кетуіміз бұның өзі жетістік па? Енді осы ойынды қарап отырып, енді алдағы өткен 2 ойынға қарағанда осы Динамо Минскпен ойында біздің ойыншылар өзін жақсы көрсетті. Бізде қорғаныста да, шабуылда да жақсы ойын көрсете алды тең деңгейде. Шабуыл демекші негізі. Оның үстіне болды бандай салатын. Оның үстіне бізде Самат Данияр 2-ші бестікке көтерілді, және де Қайыржанның қақпаға бағыттаған 2 соққысы негізі дәл болған, бірақ қақпашының мықты болғандығы енді осы жерде Талады бір дәлелдеді. Өткен шында айтқан болатынбыз, Динамо Минсктің қақпашысы жақсы деп. Ол ұштың да бағыттаған шайбасы әдемі болған. Енді бүгінгі ойында біздің шағыр мерсіне шығады ғой. Біз қазір 1 күн бұрын түсіріп отырмыз. Осы ойында, бүгінгі Минсктің Динамосына қарсы ойында қорғаныс меніңше жақсырақ болған сияқты. Осы орайда Михаил Кравец 2-ші бестікте, жаңағы 2-ші бестікте, 3-ші бестікте қорғаушылардың орнына ауыстырды ғой. Дмитрий Бреусты Макошиннің қасынан Әділ Бекетаевтың қасына түсірді. Әділ Бекетаевтың қасында Самат Даниярды 2-ші бестікке көтерілді. Осы әсер етті ма, әлде команда көбірек қорғанысқа қайтып жүрді ма, шабуылшылар? Негізінен ауыстырғаны дұрыс болды. Өйткені біз постоянно білеміз ғой, Самат Данияр мен Бекетаев бірге болатын. Ал бүгінгі ойында ауысып, және қорғаныста көбірек ойнаған секілді. Негізі тактикалық жағынан шабуыл емес, көбіне қорғанысқа мән беріп, одан кейін бір шабуылда мүмкіндіктер болса, контратака дейміз ғой, қарымта шабуыл арқылы сәттер пайда болған негізінен. Деп ойлаймын, өз басым бүгінгі ойын. Шайбаны жақсы шығара алды ғой бүгінгі қорғаныстағы біздің ойыншылар. Сол жағынан қараған кезде енді жақсы ойын көрсетті. Магнитогорскта жеңілгеннен кейін ірі есеппен 5-1 есебі көбіне артық құрамда соғып жатырды. Металлург командасы. Осы бір ойыннан кейін Михаил Кравец айтқан, бізге ол кезде енді Адам Шел келіп жатты, командаға қақпашы қосылып жатты, жаңа қақпашы. Одан бөлек, осы қақпаштан бөлек бізге бір шабуылшы, бір қорғаушы қажет деді. Осы орайда енді егер бір ойыншы ғана алатын болсақ, қорғаушы алған дұрыс па, әлде шабуылшы алған дұрыс па осы ойындарды көре отырып? Негізі бір шабуылшы жетіспейтін сияқты. Енді біз жаңа айтып жатырмыз, көптеген моменттер болды, мүмкіндіктер болды, шайба салатын.
сондай біреу жетіспейтін сияқты негізі. Өзіне жауапкершілік алып, жаңағы команданы артынан сүйрейтін бір шайып. Майклдың қасына біреу керек дейсің ғой, Виконияның қасында. Тағы бір ойыншы жетіспейтін сияқты. Иә, как раз Викония бар, Морелли бар, иә, соның қасына бір забивной бір ойыншы болса, керек кезде салып жіберіп, ұрып жіберіп. Бірақ Волшта бар, Галимов бар, иә. Енді Райли Волш қорғаныста ғой. Дегенмен де көбіне андай соққылар жасаған кезде көп қатысатын дегенім ғой неге? Иә, шабуылдарға. Медина сен шабуылшы керек деп отырсың. Арнан сен де шабуылшы керек деп ойлайсың ба қазір? Негізінен бір ойыншы алатын болсақ, бір ойыншы. Енді екеуі де керек қой. енді екеуін де алған дұрыс. Айта алмаймын қазіргі таңда кім көбірек. Өйткені бізде Қорғаушы керек деп есептеймін. Себебі енді біздің қазір қорғаныстағы жағдайымыз мәз емес қой. Жалғыз Шутовтың жағдайына қарайтын болсақ, ол жалғыз қақпашы енді осы маусым бойына әзірге енді Байеркин жарақатынан жазылып шыққанға дейін немесе Адам Шилл әлі қосылғанға дейін ойын қатарына. Соған дейін менің ойымша бізге қорғаушы жетіспейді. жоқ, енді біз оған дейін көрдік қой, қаншама рет біз гол жіберіп аламыз, саламыз, одан кейін қайтып жіберіп. Иә, дұрыс, қорғаушы негізінен керек. Бізде шабуылда айтарлықтай бір көңіл толмайтындай нәрсе жоқ қой. Бізде шабуылдағы ойыншылар өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Бірақ моменттерді реализация жоқ. Енді бізді әрдайым қолдап жүретін Головой, Облет. Андрей. Артем Буланов сол өзінің Инстаграм парақшасында инсайт жазған болатын. Осы жаңа бір қорғаушы келеді деп, бұрынғы Калгари ма? Сондай команданың қорғаушысы Тайлер Уотерс сондай қорғаушы келеді екен, білмеймін енді қатты. Осындай қорғаушы келеді деп жатыр. Енді сонда қазір Айдайдың ойынша қорғаушы қажет та, сендердің ойларыңша шабуылшы қажет. Жоқ, мен жаңа Айдай айтқаннан кейін бүйтіп сәл ойладым. Шынымен де қорғаушы керек. Жеке ойың жоқ па? Жоқ, секіре салатын әдетім бар енді, бірақ дегенмен де шынымен де қазір бірден көз алдыма бүкіл ойындарды көз жүгіртіп өттім де, қорғаушы керек негізінен, шынымен де келісемін. Медина, сен де ауысатын сияқтысың өз ойың. Жоқ, мен өз ойымда қаламын, негізі шабуылшы жетіспейді, себебі момент көп, реализация. Жоқ, енді ол реализация, енді ол сәттілік дейміз, ал мысалы, бірақ әрбір енді реализацияны ол сәттілікке жаба салған дұрыс емес қой бір. Жоқ, мысалы, біз неге әрбір ойында бірінші болып шайба жібереміз? Қорғаушыларымыз қате болып тұр ма, әлде шабуылшы ма осындай сәттерде? Жоқ, енді осы орайда қорғаныс шебіне бір сұрақ болсыншы. Қазір мысалы бізде шабуыл шебінде Галимов, Викония, Морелли алғашқы бесікте, екіншісінде Советский, Қайыржан, сосын кім қосылып жүр? Әлихан Өмірбек қосылып жүр. Осы ойыншылар Тайс Томсон ертең жарақатынан оралатын шығар. Осы ойыншылармен біз маусымның соңына дейін сол плей-оффтың жоғарғы үздік төрттіктің қатарына ене аламыз ба? Шығыс конференциясында. Енді бұл сырттағы сериядан кейін кішкене үміт жоғалды. Шабуылшыларға үмітті азая бастады, иә? Негізі жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл сезондағы алғашқы неміз ғой, қонақтағы ойындар ғой, негізінен. Қонақтағы 3 серия қатты үміт үзбеген дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім. Жоқ, осы құрам жеткілікті, иә, шабуылдағы ойыншылар жеткілікті. Дәл қазіргі сәтте ма, әлде болашаққа қарағанда ма? Енді маусымның соңына дейін. Енді плей-оффтың алдына керек, жарайды. Жалпы бәрі ойыншылар керек. Өзім мнением жоқ па? Жоқ, мен жалпы ойыншылар керек деймін. Қорғаныс, бірақ қазіргі сәттегі бірінші сұрақ болғандай болды. Қазіргі сәтте кім керек? Қорғаушы. Одан кейін әрине шабуыл керек болады. Негізі шабуылшы да, қорғаушы да керек, иә. Одан кейін енді қонақтағы ойындардың бір қалай айтамыз, күшті бір керемет сәті ол Масси мен Волковтың голы, екеуі де Құрлыққа лигасында дебютті голдарын соқты. Әсіресе енді және де Оспановтың нәтижелі пасын айту керек. Өте шебер. Оны Құрлықтық хоккей лигасының өзі де ресми парақшасына салды ғой. Салды, иә. Сол жері әдемі болды. Олай болса, енді дебютті шайбалардың авторларын құттықтаймыз осы бір керемет голдармен. Бірақ дегенмен бізге жеңіс қажет. Гол керек. Иә, жеңіс қажет. Қалай болса да бізге жеңіс қажет. Енді тағы да қазір қорғанысқа келейік. Шабуыл шебінде бір ойыншы қажет деп отырмыз. Бәріміз әлі жетіспейді мына құрам. Мүмкін енді білеміз ғой, Снежный Барсадан, Аматтан ойыншылар көтереді. Бірақ енді ол жақтан бір ойыншыны көріп отырсыңдар ма, осы кезде алып келуге болады дейтін ойыншылар бар ма ойларында жүрген? Мен ойымша әлі тәжірибе жетіспейді деп ойлаймын. Енді өткен маусымда да сол Наматтан жас ойыншыларды әкелді. Және бәріміз білетіндей, өткен маусым енді жаман өтті деп айтуға болады. Сол үшін мен ойымша қазір нәтижеге ойнау керек. Көбірек нәтижеге ойнау керек, және плей-оффқа шығу керек. Ең бастысы
сол себептен әзірге негізі Наматтан, Снежныйдан, Барсыдан ойыншылар керек емес. Жалпы легионер керек, иә? Жалпы иә, легионерлер керек деп ойлаймын өзім. Енді олар өздерін көрсетеді, ойнайды, тәжірибе алмасады деген тәжірибе сияқты, иә. алмасады, иә. Сендерде комментарий жоқ ойын демей қалдыр. Жоқ, енді ол андай сұрақта риторический сұрақ дейміз ғой. Жауабы көрініп тұр да әлі неде үстінде. Жалпы енді командаға, Әлі бас ерте. командасына легионер керек. Керек. Иә. Керек сөз. Иә, енді онда қорғаныс шебіне көшейік. Қазір алғашқы 7 ойын өтті. Қорғаныста көрдіңіздер, қателіктер бар және біздің Барыс командасының қорғанысын қарсылас команданың ойыншылары сәтті пайдаланып кетіп жатыр. Осы орайда қорғаныстағы қателіктер командадағы ойыншылардың деңгейінің төмен болуынан ба, әлде командадағы ойыншылар жан-жақтан жиналдық қой енді. Әркім әр командадан келіп, бапкер жаңа, ойыншылар жаңа, бір-біріне үйреніспей жатқаннан ба? Қателіктерді қалай жуып шаямыз, қалай ақтап аламыз? Қорғаушылардың ба? Жоқ, тек қана қорғаушылар емес, команда 5 ойыншы қорғанады. Иә, командалық ойын ғой енді, иә. Пас беру кезінде, қорғаныстан шығу кезінде, қарымта шабу кезінде пасымыз дәл болмай қалады, немесе шайбаны қалдырып кетеміз, осы орайда қателіктер болады. Сол орайда енді бұл командада ойыншылардың деңгейінің төмен болуы ма, әлде бір-біріне түсініспей қалуы, маусым барысында жөнделе ма бұлар? Мен көрген ойындар бойынша бір-бірін әлі түсінбегендіктен деп ойлаймын. Өйткені кейбір кезде былай ғой, мысалға Морель алға шығып кетеді, мысал ретінде оған біреу пас береді, анау көк сызықтан асып кетеді деген сияқты офсайд болып. Сендер хоккейде ойыншылар зона деп айтасыздар ғой, біз офсайд дейміз, көбіне білмеймін енді. Комментария жазып кеттіңіздер, офсайд па немесе зона ма, қалай дұрыс болады? Осы сұрақ бізді Медина екеумізді әлі мазалап жүр. Негізінен сол әзірге бір-бірлерін түсінбейді, бірақ дегенмен де кішігірім синергиялар бар, уже кішігірім андай комбалар бар, иә. Осы алдында кімді айтады? Морель мен кім жақсы бір-бірлерін түсінеді? Викони. Иә, Майкл Викони мен Морель бір-бірлерін жақсы түсінеді екен, соны байқадым. Солай әзірге осы бір-бірлеріне комбо ойыншылар тауып дальше бойшы дейміз ғой, солай кетеді деп өз басым ойлаймын. Бұлай тәжірибе ойыншылардың техникасы мықтылығы жағынан сөзім жоқ, мықты. Иә, енді қонақтағы ойындарды бір қорқыныш түс ретінде ұмытып кетейік. Бірден енді үйдегі ойындар 25 қыркүйек күні Ақбарысқа қарсы ойын өткіземіз. Үйде 4 ойын болады тағы да. Одан кейін 27 күні Сібірге қарсы, 29 күні Адмиралға, бірі күні қазан айының бірі күні Локомотивке қарсы ойын өтеді. Енді осы ойындар жайлы жалпылама айтатын болсақ, 4 ойынның 4-еуі де өте қиын. Ақбарыс болсын, Адмирал болсын, Локомотив Сібір 4-еуі де былтыр плей-оффқа шыққан командалар өз конференцияларында. Бұл ойындардан не күтесіңдер? Жеңіс күтіп енді үй сериясы болғаннан кейін. Қазіргі Ақбарыстың ойын қарқыны да енді айтарлықтай бір жақсы деп жатқан жоқ қой көбінде. Ақбарыс командасы өзі 7 ойын өткізген, сол 7 ойынның 2-еуінде ғана жеңіске жеткен, 5-еуінде жеңілген 5 ойынның 1-еуінде Булиттер сериясында жеңілген. Яғни әзірше 5 ұпай ғана Ақбарыс командасында. Осыған қарап жеңіс күтеміз енді. Басқа не деп айтуға болады? Иә, сосын келесі ойын Сібірмен, иә. Сібірді олар уже ұтқан болатын жолдастық кездесуде. Бірақ дегенмен жолдастық кездесу және құрлықтық хоккей лигасының әртүрлі ғой нелері, ойыншылардың дайындығы. Сібірге қарсы енді өз басым ұтады деп ойлаймын. Ақбарыс овертайм, ары қарай білмеймін. Жалпы қиын. Адмиралды да ұтуға болады негізі. Адмиралды былтыр маусымның соңында Барыстың ең бір нашар маусымында Адмирал командасын жеңіп алған болатынбыз. Сырт айдында. Сондықтан Сібірді де жеңгенбіз. Сібірді де жеңдік енді. Бірақ жалпы Ақбарыстың да деңгейі қатты емес деп отырмыз. Осы орайда қанша ұпай еншілеуге болады үйдегі 4 ойында. Және Барыс аренаның білесіздер, жанкүйерлердің қолдауы тамаша, атмосфера керемет. Иә. 3 ұпай еншілеуге болатын сияқты. 3 ұпай 4 ойында? Иә. Аз ғой негізі. 3 ұпай аз. Қонақтағы 3 ойыннан кейін осылай. Жоқ, енді мен қатты көтергім деп отырған жоқ. 3 ұпай деп. Сен білесің ба? Иә, негізі 4 ұпай алуға болады деп ойлаймын. 2 ойында жеңіп, 2 ойында жеңіліп қалатын сияқты. Енді Локомотив Гагарин кубогының егерлері Гагарин маусымның егері болғандықтан, енді ол ойынға кішкене сұрақтар болады. Қалай ойнаймыз, қалай жеңеміз деген сияқты. Ал енді өздерің айтып кеткенде Адмирал Сібірді жеңуге болады. Ақбарыс енді 50-50, сен Арлан айтқандай жаңағы овертайм болуы мүмкін. Әрине, Барыстың жанкүйерлері болғандықтан жеңіс күтеміз әрдайым. Жоқ, мен ойымша, осы 4 ойында үйдегі 3 жеңіс, 1 жеңіліс, бірақ сол жеңілістің өзі овертаймда болады. Сондықтан
7 ұпай алады деп мен сендерге сенемін десейші. иә мен сендерге сенемін барыс деп ше. Жоқ, шынымен де сондай позитивті настрой болады. Медина көрініп тұр шамалы не настроениесі жоқ бүгінгі ұтылғаннан кейін. Енді негізі Сібір командасы да, Адмирал командасы да Ақбарыс қарағанда жақсырақ нәтиже көрсетіп келеді. Алғашқы ойындарда Адмирал командасы 6 ойынның 12 ұпай ғой енді, мүмкіндігі жинауға деген ұпайы, соның 8 ұпайын еншілеген. Екеуінде қосымша уақытта жеңілген, үшеуінде жеңіске жеткен. Сібір командасында да өте жақсы нәтиже. Енді Локомотивті айтпай-ақ білуге болатын шығар Локомотив командасының деңгейін. Сондықтан өте қиын ойындар болады. Барыс командасын, сондықтан құрметті жанкүйерлер, баршаңызды 25 қыркүйек күні Барыс аренада күтеміз. Міндетті түрде өз командаңызды, жергілікті команданы қолдауға келіңіздер және әрдайым айтамыз, атамекен ән жаттап келіңіздер. Енді жаңа қақпашы келді, Адам Шейл. Дұрыс айтып отырмын ғой, иә? Адам Шейл. Ол қақпашы жайлы қалай бағалайсыңдар? Шутовта екеуінің арасында кім бірінші қақпашы болады, кімге мүмкіндік көп болады? Шутов біз үшін бірінші номер 1. Қоймадыңдар ғой. Қазіргі Барыстың ойындарын жақсы бір деңгейде алып шығып жатқан қақпашы ғой өзі. Жар дегенде жалғыз қақпашымыз қазір. Шутов аман болсын. Иә, енді Адам Шейлдің ойындарын әлі көрген жоқпыз. Мүмкін осы 25 күні Ақбарыспен ойында шығып қалуы мүмкін. Сол кезде айтамыз ол туралы. Жалпы менің ойымша ол Шутовтың деңгейіндегі бір жақсы қақпашы деп ойлаймын. Жоқ, сонда сендер келетінде Адам Шейлдің статистикасын қарамай келдіңдер ма студияға? Қарадым мен. Жоқ, 90% шайбада өткіші. Негізі көрсеткіші. Сол айтқан сөзін ұтып 90%. Сосын Ақиялда өнер көрсеткен. 2 рет шайба жіберген ба, сондай? Иә, қателеспесем. нақты айтып жүрші, Айдай. Жоқ, жалпы енді мықты қақпашы, иә, жақсы. Бізде енді қақпашылар легионер келсе өте қиын. Жарақат алып қалып бір маусым соңына дейін ойнамай кететіндері бар. Бірақ дегенмен қазір Андрей Шутовты ауыстыратын ойыншы керек. 7 ойында да Андрей Шутов негізгі қақпада күзетуші. Қасында Джохар Дударкиев, Шестаков бар. Бірақ дегенмен Михаил Кравец оларға қатты бір сенім артпайтындай. Мүмкін сол қақпашыларды көру, қонақтағы ойындар сол қақпашыларды көру қажет пе еді? Менің ойымша жоқ. Шутовтың өз тұрғаны бір жағынан жақсы, себебі енді Шутов болмаса, менің ойымша одан сайын, одан сайын, жаңағы үлкен бір есеппен жеңіліс табатын едік, мысалы Металлургтың ойындағы сияқты. Сол себептен жоқ, енді Шутов тұрғаны бір жағынан жақсы. Себебі әлі жас ойыншы, Шестаков, жаңағы Дударкиев дедік, олардың бәрі әлі тәжірибе қатты жинамаған ойыншылар. Бірақ енді кейбір кезде ойлаймын, мен де шынымен де ұтылып жатырмыз ғой, ұтылып жатқан кезде бір ауыстырып, Шестаковқа уақыт беріп. Ондай болады. Енді ол Михаил Кравецтің өзінің шешімі ғой. Иә, түсінемін. Дегенмен де деген ой енді шамалы ойнатып уақыт беріп. Болады, иә. Енді үйдегі 4 ойында немен жеңуге болады? Қандай біздің арсеналымыз, қаруымыз бар жеңетіндей? Кеше қонақта ойындарды көрдік, үйдегі ойындарда осы 4 команданы жеңетіндей Барыс командасында. Жаңағы кімдерге Минскқа қарсы қолданылған тактика, қорғаушы шебінде бір легионер, бір қазақстандық ойыншы, солай көріп, шабуылды қалдырып, және көп айып алмау ең басты деп ойлаймын. Яғни провокацияға берілмеу деген. Менің ойымша негізі біздің командаға кішкене андай характер жетіспейді. Кішкене қатты дөрекі ойнау керек деп ойлаймын. Бір НХЛ американдық хоккейдағыдай шамалы. Бірақ олар қарсы көп қуылып кеттік та, көп шайба жіберіп алдық қой сол. Мінез көрсетеміз деп. Мінез дегенде төбелесу емес, жалпы кішкене қаттырақ ойнау керек деймін деп ойлаймын. Көзқараспен сындыру керек шығар қарсыластың бойында, борттың бойында. Қысып қалап, итеріп қалап, ойын тәртібі бойынша төреші көрмей тұрған кезде бүйтіп. Жоқ, ойын тәртібі бойынша. Ереже бойынша енді бірақ енді кейбірге түрме қалса бүйтіп қалып деген сияқты ғой, енді ыңғайсыз ғой бәрі. Және жаңағы қорғаныс шебінде де жаңағы Шутовқа көмектесу керек. Енді бұл болмайды. Бүкіл соққыларды қайтара беріп шашайды адам деген. Иә, Шутов жалғыз басын қай жаққа тартады? Егер қорғаушылардан бір пайда болмаса. Енді қазір команданың жанкүйерлері ретінде былтырғы маусымды білесіңдер, басында негізі дәл осылай легионерлермен бастадық, бірақ нәтиже болмағаннан кейін қаржылай қысты, азайтса да қаржыны, нәтижесінде легионерлер кетті, сондай не шықты, заң шықты, ақша бөлінбеу керек деген. Енді биылғы маусымда, әрине мемлекеттен ақша бөлініп жатқан жоқ, жеке бір кәсіп.
иә спонсорлар. иә спонсорлар бар, серіктестер, солардың ақшасы, бірақ дегенмен олар да ойламай ма, ертең үйдегі мысалы 4 ойында бір үшеуінде жеңіліп атсақ, қойыңдар деп. Нәтиже жоқ қой деген. Сондай қорқыныш жоқ па? Бар, әрине бар. Енді өткен маусымды қайталағымыз келмейді, әрине. Сол себептен командаға ғана сенеміз. Сондықтан жеңіс жоқ жерде ақша да болмайды. Сондықтан бізге жеңіс ауадай қажет. Бұл тек қана біз үшін ғана емес, жаңағындай біздің спонсор инвесторларға да қажет. Сондықтан Барыс командасына сенем. Барынша нәтиже күтеміз. Нәтиже күтеміз. Иә, сенеміз. Бүгінгі бағдарламада соңғы сұрақ болсын, бапкерге байланысты. Осы қазір қатты айтып жатырмыз ғой, енді қатты ренжіп отырмыз, нәтиже күтпей үмітіміз үзіліп жатыр осы уақыттан. Бірақ дегенмен маусым әлі ұзақ, маусымның басы. Енді осы орайда Михаил Кравец осы ойыншылардан, қазіргі бар ойыншылардан құрам жасақтай алмай жатқанына бапкер кінәлі емес па деген сұрақтар пайда болып жатыр. Енді Михаил Кравецті де жамандауға болмайды. Енді жаңа келген тренер әлі де өзін көрсетеді деген үміттеміз. Енді басы жаман емес деп айттық. Енді бәрібір үміт үзілмеді. Сол себептен. Бағана басында үміт үзді дедің. Михаил Кравец құрлық хоккей лигасында осыған дейін баптаған командалармен жақсы бір нәтиже көрсеткен кездері аз ғой. Статистика бойынша, иә. Иә, енді осы орайда сол бапкер, мүмкін бапкердің кінәсі ма деген сұрақтар пайда болып жатыр да. Енді пресс-конференцияда сөйлеген сөздері, жалпы ойыншылармен тіл табысуы жағынан қараған кезде жақсы бапкер деп көремін. Ойынын жалпы бірінші шығарылымда да айтқан болатын ол туралы. Бірақ әзірге толықтай бапкерді кінәлау дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Жалпы командалық ойын болғандықтан кейін ол жерде бапкер де бар, Михаил Кравецтен басқа да бапкерлер бар, вратарь Шутов жарайсың. Басқа да вратарь нелер бар, бапкерлер бар. Жалпы ойыншылардан да қателіктер көп негізі. Бапкер мынаны істе дейді. Команда болғаннан кейін. Жоқ, бапкер мысалы айтады, мынаны істе дейді. Ойыншы оны істей алмаса, бапкер не кінәсі деген сияқты ғой. Жоқ, енді жалпы Арланның сөзінің жаны бар. Жанкүйерлер соңына дейін сенейік. Енді маусымның басы айтып отырмыз. Команда жаңа, бапкер жаңа, ұжым жаңа, басшылық жаңа, барлығы жаңадан құрылған. Және алғашқы ойындарда 7 ойында 7 ұпай еншілеу болды. Әзірше жаңа команда үшін жақсы нәтиже деп айтуға болады. Енді үйдегі ойындарда көрдік, Барыс командасы өте тамаша ойнап жүр. Сыртқы алаңда жеңбесе де, үйдегі ойындар жеңіске жетсе, плей-оффқа шығуға болады сияқты, менің ойымша. Енді сыртқы алаңдарда жеңіске жетуге болады ғой, көреміз алдағы уақытта. Сондықтан құрметті жанкүйерлер, ерте бастан жаман пікірлер жазбай, командаға соңына дейін сенейік. Барыс арена әрдайым толы болсын. 12 командадан. Және біздің шығарылымды да көре беріңіздер, парақшамызды тіркеліп қойыңыздар. Енді бағдарламаның соңында айта кетейін, біздің Барыстың жаңалықтарын уақытылы оқып отыру үшін, жалпы әлемдік спорт жайлы жаңалықтарды уақытылы оқып отыру үшін қайдан оқуға болатынын білесіңдер ме? Sport.pulse.kz сайтында, ал хоккей туралы Пульс хоккей YouTube арнасында, және біздің Пульс хоккей деген тиктогымыз да бар. Сондықтан сол жаққа тіркеліп, барлық жаңалықтар туралы бірінші болып білетін боласыздар. Солай жалпы. Олай болса, достар, біздің 3-ші шығарылым өз мәресіне жетті. Пульс хоккей YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар, және біздің әрбір шығарылымды жіберіп алмас үшін қоңырау шанында басып қойсаңыздар болады. Комментарий қалдырыңыздар, қазақ контентін қолдаңыздар. Барыстың жеңісті күндерінде жүздескенше. Барыс алға!